Кеш қалған өкініш. Арнамызға қош келдіңіздер. Егер әңгімеміз сізге ұнаса, арнаға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздердің қолдауларыңыз біз үшін өте маңызды. Адам өмірінде кейде бір сәттік шешім бүкіл тағдырын өзгертіп жібереді. Кейбір адамдар қателігін уақытында түсінбейді, ал кейде түсінген кезде тым кеш болады. Бұл балаларының қадірін кеш түсінген бір ананың жүрекке жететін оқиғасы. Айсұлу жас кезінде арманшыл, ақ көңіл қыз еді. Ол бақытты отбасы құрып, жақсы өмір сүргісі келетін. Тұрмысқа шыққаннан кейін оның өміріне 3 перзент келді. Балалары оның қуанышы, жүрегінің бір бөлшегі болатын. Алғашқы жылдары бәрі жақсы еді. Үйде балалардың күлкісі естіліп, отбасы бақытты күндерді бірге өткізетін. Бірақ уақыт өте келе қиындықтар көбейді. Күйеуімен арадағы түсініспеушіліктер, тұрмыстың ауыртпалығы Айсұлуды шаршата бастады. Ол біртіндеп өзінің жанындағы ең қымбат адамдарын емес, тек өз мұңын ойлайтын болды. Балалары анасының бұрынғы мейірімді жүзін сағынды. Ол есіктен шыққан кезде үйдегі балалардың жылаған дауысы артында қалды. Сол сәтте ол өзінің жүрегіндегі ең үлкен жараны өзі жасап жатқанын білмеді. Айсұлу балаларынан алыстаған алғашқы күндері өзін дұрыс шешім қабылдадым деп ойлады. Ол өткен өмірін артқа тастап бәрін жаңадан бастағысы келді. Бірақ адамның жүрегі кейде ақылдан бұрын шындықты сезеді. Жаңа өмірінде оның бәрі бар сияқты көрінді. Жаңа орта, жаңа адамдар, жаңа жоспарлар. Бірақ үйдегі балалардың күлкісін ештеңе алмастыра алмады. Түн болған сайын Айсұлу жалғыз қалатын. Сонда оның есіне балалар түсетін. Үлкен ұлының байсалды жүзі, кішкентай қызының анам деп құшақтағаны көз алдында тұратын. Ол кейде телефонға қарап балаларға хабарласқысы келетін. Бірақ ұялатын. Олар мені қалай қарсы алады? Мені кешіре ме деген ой мазалайтын. Ал балалар болса анасының жоқтығына біртіндеп үйренуге мәжбүр болды. Олар ерте есейді. Үлкені кішілеріне қамқор болды. Балалық шағы ойынмен емес, сағынышпен өтті. Кейбір кештерде олар терезеге қарап, анасы бір күні қайтып келетін шығар деп күтетін. Бірақ күндер айларға, айлар жылдарға айналды. Айсұлу сол кезде бір нәрсені түсіне бастады. Адамның өміріндегі ең үлкен байлық ақшада, атақта емес. Ең үлкен байлық сені шын жүрегімен күтетін отбасы. Ол кейде көшеде баласымен жүрген аналарды көргенде өз балалары есіне түсетін. Ана мен баланың арасындағы мейірімді көрген сайын жүрегі ауыратын. Мен де кезінде балаларымның жанында болуым керек деп іштей өкінетін. Бір күні ол ескі заттарының арасынан балаларының кішкентай кезіндегі суреттерін тауып алды. Суретте 3 баласы күлімдеп тұр еді. Олардың жанында өзі де бар болатын. Айсұлу суретті қолына ұстап ұзақ отырды. Көзінен жас ақты. Ол сол сәтте өзінің қаншама қымбат сәттерден айырылғанын түсінді. Мен олардың алғашқы сөздерін естімедім, алғашқы жетістіктерін көрмедім. Мен олардың қиналған кездерінде жанында болмадым деп сыбырлады ол. Сол күні Айсұлу балаларын іздеуге шешім қабылдады. Қанша қиын болса да, олардың алдына барып кешірім сұрағысы келді. Ол жолға шыққанда жүрегінде қорқыныш пен үміт қатар тұрды. Балалары оны қабылдай ма, әлде өткенді ұмыта алмай ма, ол белгісіз еді. Бірақ ана жүрегі бір нәрсені сезді. Қанша жыл өтсе де, баланың жүрегінде анасына деген бір кішкентай сағыныш сақталып қалуы мүмкін. Айсұлу балаларын іздеп ұзақ жолға шықты. Жол бойы оның ойынан бір ғана нәрсе кетпеді. Мен оларды көргенде не айтамын? Олар мені анасы ретінде қабылдай ма? Жылдар бұрын өзі тастап кеткен үйдің маңына келгенде жүрегі қатты соқты. Ол осы есіктен шығып кеткен күнін есіне алды. Сол кезде артында қалған 3 баланың көзіндегі жасын көргісі келмеген еді. Ал қазір сол бір сәт оның өміріндегі ең ауыр естелікке айналды. Айсұлу сол күндері өзінің ішінде үлкен күрес жүріп жатқанын сезетін. Бір жағынан балаларының мейірімі оны ұстап тұрса, екінші жағынан өмірдің қиындығы мен жиналған реніштері оны басқа жол іздеуге итермеледі. Балалары анасының өзгергенін байқап жүрді. Бұрын еркелетіп құшағын алатын анасы енді үнсіз, ойлы болып кеткен еді. Кішкентай қызы анасының қасына отырып, «Анашым, мені жақсы көресіз бе?» деп сұрайтын. Ал Айсұлу сол сұрақтың артында қандай үлкен сағыныш жатқанын сезбеді. Балалар үшін анасының бір ауыз жылы сөзі бүкіл әлемге тең еді.
Олар анасының жанында болса, кез келген қиындыққа шыдай алатын. Бірақ бір күні Айсұлу өз шешімін қабылдады. Ол бәрінен алыстап, жаңа өмір бастаймын деп ойлады. Ол балаларын басқа біреудің қамқорлығына қалдырып кетуді таңдады. Үйден шығар сәтте балалар үнсіз тұрды. Үлкен ұлы көз жасын көрсетпеуге тырысты. Қызы анасының қолынан ұстап қалғысы келді. Бірақ Айсұлу артына қарамауға тырысты. Айсұлу есіктің алдына біраз уақыт үнсіз тұрды. Қолын есікке созып, бірақ қағуға батылы жетпеді. Себебі ол балалардың жүрегіне қаншалықты ауыр із қалдырғанын білетін. Ақыры ол есікті қақты. Есікті ашқан жас жігіт оған ұзақ қарап тұрды. Бұл оның үлкен ұлы еді. Анасы оны соңғы рет кішкентай бала кезінде көрген болатын. Ал қазір алдында есейген азамат тұрды. Айсұлу ұлының жүзінен балалық шағын іздеді. Бірақ жылдар оны өзгертіп жіберген еді. Балам, мен келдім, деді ол дірілдеген дауыспен. Ұлы үнсіз қалды. Оның көзінде қуанышта, реніште бар еді. Ол қанша жыл бойы күткен адамын көріп тұрса да, жүрегіндегі жара бірден жазыла қоймады. Неге келдіңіз? Деді ол ақырын ғана. Бұл сөз Айсұлудың жүрегіне ауыр тиді. Бірақ ол баласын кінәлай алмады. Себебі бұл сұрақтың артында қанша жылдық сағыныш пен өкпе жатқанын түсінді. Айсұлу көз жасын ұстай алмай, мен қателестім, балам. Мен сендерді қатты сағындым, деді. Бірақ кейбір кешірімдерге жету үшін уақыт керек еді. Айсұлу есік алдында үнсіз тұрды. Ал оның ұлы болса, көп жыл бойы жүрегінде сақтап келген ренішін ішіне бүгіп қалды. Ол анасының алдында әлсіз болып көрінгісі келмеді. Біз сізді көп күттік, деді ұлы ақырын ғана. Кішкентай кезімізде әр күні есікке қарап отыратынбыз. Анамыз келеді деп сенетінбіз. Бұл сөздер Айсұлудың жүрегін ауыртты. Ол ұлының әрбір сөзінен өз қателігінің ізін көрді. Мен білемін, балам. Мен сендерге үлкен қателік жасадым. Сол үшін өмір бойы өкініп келемін, деді ол көз жасын сүртіп. Осы кезде үйдің ішінен оның қызы шықты. Айсұлу қызын көргенде жүрегі елжіреп кетті. Кезінде қолынан ұстап жүрген кішкентай қызы енді есейген әйел болыпты. Екеуі бір-біріне үнсіз қарады. Айсұлу қызын құшақтағысы келді, бірақ батылы жетпеді. Қызым, мені кешіре аласың ба? Деді ол. Қызының көзінен жас шықты. Мен сізді жек көрген жоқпын. Бірақ неге бізді тастап кеткеніңізді ешқашан түсіне алмадым, деді ол. Айсұлу басын төмен түсірді. Себебі бұл сұраққа жауап беру өте қиын еді. Ол өзінің жасаған қателігін ешқандай сөзбен ақтай алмайтынын білді. Сол күні олар көп жылдардан кейін алғаш рет бірге отырды. Үстелде бұрынғыдай балалардың күлкісі болмады. Бірақ жүректерде кішкентай болса да қайта жақындасуға деген үміт пайда болды. Айсұлу сол күні үйден шыққанда жүрегінде екі түрлі сезім болды. Бір жағынан, балаларын қайта көргеніне қуанды. Екінші жағынан, олардың жүрегінде қанша жыл бойы жиналған сағыныш пен өкініш бар екенін сезді. Ол бұрынғыдай бәрі бір күнде қалпына келеді деп ойлаған жоқ. Себебі ана мен баланың арасындағы махаббат мәңгі болғанымен, жараланған жүрекке уақыт керек екенін түсінді. Келесі күндері Айсұлу балалармен жиі кездесуге тырысты. Ол енді тек сөзбен емес, ісімен өзгергенін көрсеткісі келді. Балаларының жағдайын сұрап, олардың өміріне қызығушылық таныта бастады. Бірақ кейде үнсіздік бәрінен ауыр болатын. Балалар оған бірден бұрынғыдай жақын бола алмады. Олар да өз сезімдерімен күресіп жүрді. Бір күні кіші ұлы анасына қарап, анашым, мен сізді кішкентай кезінде қатты күттім. Мектептегі мерекелерде басқа балалардың аналары келгенде, мен сізді іздейтінмін, деді. Бұл сөз Айсұлудың жанын ауыртты. Кешір мені, балам. Мен сендердің сол күндеріңді қайтара алмаймын. Бірақ қалған өмірімде сендердің қастарыңда болуға тырысамын, деді ол. Ұлы үнсіз қалды. Бірақ оның көзіндегі мұз аздап ерігендей болды. Айсұлу енді түсінді, ана болу тек баланы дүниеге әкелумен аяқталмайды. Ана болу, әр күн сайын баланың жанында болу, оның қуанышы мен қайғысын бірге көтеру. Ол жоғалтқан жылдарын қайтара алмайтынын білді. Бірақ қалған уақытын балаларының махаббатына қайтадан лайық болуға арнауға шешім қабылдады. Ол балалармен бірге көбірек уақыт өткізе бастады. Бұрын жіберіп алған сәттердің орнын толтыруға тырысты.
Балаларының әңгімесін тыңдап, олардың қуанышына қуанып, қиындықтарына бірге алаңдайтын болды. Бір күні кіші қызы анасына ескі бір дәптерін көрсетті. Оның ішінде бала кезінде жазған ойлары бар екен. Анашым, мен оны сізге көрсеткім келмеді. Бірақ сіз менің қанша жыл күткенімді білсеңіз екен деді қызы. Айсұлу дәптерді ашып оқи бастады. Онда кішкентай қыздың жүрегінен шыққан сөздер жазылған еді. Бүгінде анам келеді деп күттім. Мүмкін ертең келетін шығар. Мен оны қатты сағындым. Осы сөздерді оқығанда Айсұлу өзін ұстай алмады. Ол көз жасына ерік берді. Қызым, мен сенің жүрегіңді ауыртқанымды енді түсініп отырмын. Сен мені күткенде мен сендердің қастарыңда болуым керек еді, деді ол. Қызы да жылады. Бірақ бұл жолы олардың көз жасы тек өкініш емес, бір-бірін қайта табудың жасы еді. Сол күннен бастап олардың арасындағы алшақтық азая бастады. Балалары анасының өзгеруге шын ниетті екенін көрді. Айсұлу балаларының жанында өткізген әрбір күнін бағалай бастады. Бұрын байқамаған кішкентай қуаныштардың өзі оған үлкен бақыт болып көрінді. Балаларының әңгімесін тыңдау, бірге шай ішу, олардың күлімдегенін көру, оның өміріндегі ең қымбат сәттерге айналды. Бірақ кейде өткен күндердің елесі оны мазалайтын. Ол балаларының кішкентай кезіндегі суреттеріне қарап отырып, жүрегіндегі өкінішін жасыра алмайтын. Мен сендердің ең бақытты кездерінде қастарыңда болмадым. Енді қалған өмірімді сендерге арнаймын деп іштей уәде беретін. Балалары да анасының өзгергенін біртіндеп сезе бастады. Олар бұрынғыдай суық қарамайтын болды. Анасының әрбір сөзінен шынайылықты байқайтын. Бір күні үлкен ұлы анасына келіп, анашым, мен сізге әлі де ренжимін. Бірақ сіздің қазір біз үшін жасап жүргеніңізді көріп жүрмін. Мүмкін уақыт өте бәрі жақсы болар, деді. Бұл сөз Айсұлу үшін үлкен үміт болды. Ол баласының толық кешірмегенін түсінді, бірақ оның жүрегінде қайтадан анасына деген орын пайда болғанын сезді. Айсұлу сол күні үйге қайтып келе жатып ұзақ ойланды. Өмірде ең ауыр жүк адамның өз өкініші екенін түсінді. Байлық, атақ, жаңа өмір бәрі уақытша. Ал баланың жүрегіндегі анаға деген махаббат ештеңемен салыстыруға келмейтін байлық. Ол енді әр таңды шүкіршілікпен қарсы алатын болды. Себебі оған екінші мүмкіндік берілген еді. Айсұлу үшін әрбір күн жаңа үмітпен басталатын болды. Ол бұрынғы қателіктерін өзгерте алмайтынын білсе де, бүгінгі күнін дұрыс өткізуге тырысты. Балалары да анасының жанында өзін біртіндеп еркін сезіне бастады. Бұрын айтылмай қалған әңгімелер айтылды, жүректе қалған мұңдар сыртқа шықты. Бір күні отбасы бірге дастархан басына жиналды. Бұл қарапайым ғана кеш еді, бірақ Айсұлу үшін үлкен қуаныш болатын. Ол балаларының күліп отырғанын көріп, жүрегінде жылулық сезінді. Мен осы сәтті қанша жыл күттім, деді ол ақырын ғана. Балалары анасына қарады. Олар да анасының жанарынан шынайы өкінішті көрді. Сол күннен кейін ол өткенге өкініп қана өмір сүрмеді. Ол әрбір сәтке шүкіршілік етті. Себебі кейбір қателіктер адамның өмір бойғы сабағына айналады. Ал шынайы өкініш пен махаббат кейбір жоғалған көпірлерді қайта тұрғыза алады. Кейінге қалдырмаңыздар. Жақындарыңыздың қадірін бүгін біліңіздер. Бір ауыз жылы сөз, бір құшақ, бір мейірім адам өміріндегі ең үлкен сый болуы мүмкін.